2022-2023 жаңа оқу жылының бірінші педагогикалық кеңесін ашық деп жариялаймыз. Педагогикалық кеңестің тақырыбы жаңа оқу жылының негізгі бағыттарымен танысу. Педагогикалық кеңестің мақсаты жылдық мақсаттарды іске асыру барысында жаңа әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалану. Бүгінгі педагогикалық кеңестің күн тәртібінде қаралатын мәселелер: бірінші, балабақшаның жылдық жоспары мен міндеттерін бекіту. Екінші, жаңа оқу жылына қолдануға рұқсат етілген әдістемелік нұсқаулық хаттармен танысу. Үшінші, балабақша педагогтық ұжымының 2022-2023 оқу жылының ұйымдастырылған іс-әрекетінің перспективалық жоспары мен циклограммасы үлгісімен таныстыру, талдау, талқылау, бекіту, топтарға жауапты тәрбиешілерді бекіту. Төртінші, аттестациялау комиссиясының құрамын сайлау, бекіту, яғни өзіміздің балабақшамыздағы. Бесінші, кітап көрші көрмесін ұйымдастыру. Алтыншы, педагогикалық кеңестің шешімі. Құрметті педагогтар, құрметті әріптестер, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің бірінші педагогикалық кеңесімізге қош келдіңіздер. Біз бүгінгі бірінші педагогикалық кеңесте 2021 мен 2022 жыл оқу жылына қорытынды жасап, сол іс-тәжірибеміздің бүгінгі көрмесімен сіздерге таныстырғалы тұрмыз. 2021-2022 жылы біз өзіміздің жылдық міндеттемемізде жаңа инновациялық технологиялардың әдістен тыс құралдарымен қолдануын алған болатынбыз. Бүгін мінекей соның жетістігі 2022 жылы біздің кітабымыз жарық көрген барлықтарыңызға аян. Бұл жерде екі педагогымыз, балабақшаның тәрбиешісі Сатпаева Динара Қайратовна, Масақбаева Бибігүл Рахатовнаның іс тәжірибесінің жетістіктері жеткенін көрдіңіздер. Екінші жарық көрген кітабымыз бұл мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында арналған бақылау мен басшылық. Оны мен меңгеруші Шаттық Әбішна мен осы балабақшаның әдіскері Ғалия Бекзұрхановнамен бірігіп жазылған кітап жарық көрді. Одан кейінгі біз өте көптеген байқауларға қатысып, үздік орындар, бас жүлделерге ие болдық. Біздің жаңа технологияда қолданғанымыз жіпсіз, инесіз құрақ құрау. Бүгін мінекей өздеріңіз таныс болып тұрсыздар. Бұның бәрін өздеріңіздің балабақшада, топтарыңызда балалармен бірігіп, ата-аналармен бірігіп жасадыңыздар. Мына жерде Абай Құнанбаевтың жыл мезгілдеріне жасалынған композициялар, бұның бәрі жіпсіз, инесіз құрақ құрау технологиясы. Бірінші жылдық міндеттемеміз коммуникативтік дағдыларды дамыту арқылы баланың жас ерекшеліктерін ескере отырып, ауызекі сөйлеуді, сөздік қорын байыту, шығарманы айтып беру, талдау, сөйлеудің дыбыстық мәдениетін қалыптастыру. Екінші жылдық міндеттемеміз балалардың денсаулықтарын нығайту мақсатында ұлттық ойындар мен салауатты сауықтыру іс-шараларын жүзеге асыру. Биылғы 2022-2023 оқу жылында перспективалық жоспарда да өзгерістер енгізілді. Сол перспективалық жоспардың үлгісімен сіздерді таныстырайын. Мынау менің мектеп алды Ақжелкен тобының перспективалық жоспары. Жас ерекшелігі 5-6 жас. Таблицада сол жағынан бастағанда бірінші ай жазылады. Одан кейін ұйымдастырылған іс-әрекет жазылады. Одан кейін сол ұйымдастырылған іс-әрекеттің міндеттері жазылады. Құрметті әріптестер, 2022-2023 оқу жылында циклограммада да өзгерістер енгізілді. Қазір мен сіздерді сол өзгерістермен таныстырып өтемін. Мынау бізге берілген циклограмма үлгісі, яғни күн тәртібі үлгісі. Бұл өзгеріссіз, балаларды қабылдаймыз, ата-аналармен әңгімелесеміз және балалардың дербес әрекеті. 5 күн дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма өз орнында қалды. Бұрынғыдай біз балалардың көңіл-күйін сұраймыз, балаларды қабылдау кезінде балалардың жағдайын сұраймыз, бүгін ең қызықтырады, соны сұраймыз. Бірақ бір ерекшелік, бұл жолы біз сөйлеуді дамыту, коммуникативтік, танымдық әрекетті қосамыз. Яғни бұрын бұл танымдық әрекеттер, коммуникативтік әрекеттер болмаған. Енді балалардың дербес іс-әрекеті. Яғни бұрын біз дербес іс-әрекет, ойын, үстел үсті ойындары, бейнелеу әрекеті деп дидактикалық ойындарын немесе үстел үсті ойындарын жазатынбыз. Енді бұған сөйлеуді дамыту, коммуникатив ойын әрекетін қосамыз. Яғни бұл жерде коммуникативтік, шығармашылық, танымдық әрекеттерді қосып жазамыз. Бұл дегеніміз біз күн сайын балабақшаға келгеннен бастап коммуникативтік әрекет, яғни сөйлеуді дамытамыз.
Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі тренингтің мақсаты бірлікке, ұйымшылдыққа және де ауызбіршілікке тәрбиелеу. Бұл жерде сіздерді екі командаға бөлдік. Бірінші топ бізде мына жіптің көмегімен және де стакандардың көмегімен бізде пирамида құру. Тек стакандарды қолмен ұстауға болмайды. Екінші жақ топта бізде сүйектердің және де міне кішкентай осындай сүйектердің көмегімен, асықтардың сүйектердің көмегімен өзіміздің қиялымызға қарай бір дүниені шығару. Дегенмен де біздің топтарымызда балабақшада бұрыннан бар, әр топтың жас ерекшелігіне байланысты кітап бұрышы ұйымдастырылған. Кітап бұрышын ұйымдастыру үшін мынадай ұсынылады: кітап бұрышын жасау, кітап бұрышын толықтыруға ата-аналарды қатыстыру, яғни ата-аналармен бірігіп кітап бұрышын толықтыру, кітапты уақытша пайдалануға үйге беру, кітап бұрышын ата-аналардың балалармен бірге қолдануына жағдай жасау. Біз осы мақсатты алдыға ала отырып, бүгінгі педагогикалық кеңесімізде кітап бұрышынан көрме ұйымдастырдық. Біздің ұйымдастырып отырған кітап бұрышымыз ол ата-аналар мен балалардың қолдан жасаған кітаптары. Мына жерде көріп отырсаңыздар, әр топтың кітап бұрышы ұйымдастырылған, фетрдан, әртүрлі маталардан жасалған кітаптарды ата-аналармен бірге балалар жасап алып келді. Мына жерде жыл мезгілдеріне арналған кітаптар, қоршаған ортаға арналған кітаптар, сауат ашу негізіне арналған. Бұның барлығы қолдан фетрдан жасалған кітаптар жиынтығы. Математика негіздеріне арналған кітаптар. Бұл біздің бүгінгі педагогикалық кеңеске ұйымдастырған көрмеміз. Жалпы топтардың барлығында өздеріңіз білесіздер, әрқайсыңыздың бұрыштарыңызда кітап бұрышы бар. Құрметті әріптестер, бүгінгі педагогикалық кеңесіміз осымен тамам. Мен сіздерді бағалау сәтіне шақырамын. Қазір Кавод программасы арқылы бүгінгі педагогикалық кеңесімізді бағалап жіберейік. Бәріміз Кавод программасына кіреміз. Экранға назар аударыңыздар. 190-08-90 паролін таңдайсыздар.